сақтатыр әлі үнін. Жаратқан сыйлаған ешкімге қимаған гүлі. Бағыңнан қашпайсың, жаңа өмір бастайсың бүгін. Басыңа бақ құсы қонсын, айналаң жақсыға толсын. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Жанымды қимасты қинай, сыздайды ішіме сыймай. Қош енді қош аман жар болсын жасаған, қолымды бұлғаймын қимай. Сен енді өзгедің алтыным жырқайсың әнін. Отбасың байлығың, отбасың өмірің мәнін. Елге шапалақ, елге құрмет ағайындар, той құтты болсын ағай. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жақсы қуанышқа, бүгінгі керемет тойға жиналған қадірменді қонақтар, бүгінгі жақсы қуаныш құтты болсын. Мінекей баршамыздың басымызды осындай хандар сілемдескен керемет мейрамханада тоғыстырып отырған әуелі Алла болса, одан кейінгі бүгінгі тойымыздың себепкерлері екі жас Бекжан мен Дананың қуанышы ағайындар. Олай болатын болса, құдалар келместен бұрын, ортаға алдырмастан бұрын, Абайбек әкеміз бен Жәмила анамыздың барша ағайын туыстары. Көңілдеріңіз қалай ағайын? Алыңдар, қадірменді ағайындар, олай болса, дәл осындай керемет көңілінде сіздердің қошемет құрметтеріңізбен бүгінгі тойымыздың төрелей болып төрге шыққан, қадірлі хаңыздан артық болып келе жаңа құдаларымызды Намат этно ансамблінің тамаша әнімен ортаға қарсы алайық, танысайық ағайындар. Жаңа құдалар келеді ағайын.
келіндеріңіз құтты болсын сіздердің әулеттеріңізге. Мінекей ағайындар, баршаларыңыздың қошемет құрметтеріңізбен, достардың керемет көңіл күйімен бүгінгі жаңа құдаларымызды тойымыздың төріне жайғастырып алған болсақ, енді рұқсат болатын болса сіздердің қошемет құрметтеріңізбен, айғай-шу шапалақтарыңызбен бүгінгі Абайбек ағамыздың бақшасында піскен жемістей болған данадай қыздың қолын сұрай келіп отырған Бекжандай күйеу боларыңызды құрмет қошеметпен ортаға қарсы алайық ағайындар. Данадай қыздарыңызды ортаға намат бет ансамбліңіздермен атыға қарсылайық.
Енді рұқсат болса ортаға күйеу бала Бекжанды шақырайық. Құрметті қошеметтер. Бекжанның қолында екі бірдей гүл шоғы тұр. Бір гүлді Бекжан бауырымыз кімге келді? Анасына. Анасына. Саған кім болады ол? Мама. Уже мамалап жүріп сұлы дәде. Мамасына керемет гүл. Және екінші гүл әрине Данаға. Шабалақ құрметтеріңіз ағайындар. Бауырым, көтеріп атқан шаңырақтарың биік болсын, Алла қаласа. Мінекей барша қонақтар үлкенінен кішісіне дейін сіздердің тілеулеріңіз істеп келіп жатқан жайы бар. Алланың қалауымен осы үлкендеріміздің тілегі, бата тілегі қабыл болып, Алланың қалауымен басқа демей-ақ қояйын, сіздердің махаббаттарыңыз Абайбек әкеміз бен Жәмилә анамыз аяқ болсыншы. Осы қуаныш құтты болсын. Енді бауырым, міне бүгін жетіпсің арманыңа, кезі келді қарайлайтын жан-жағыңа, Данадай арудымсың қарманыңа, қалайсыз, үйленген нормально ма? Четко. Молодец, четко. Неге шапала қалмаймыз күйеу бала. Қуанышты болсын. Енді екі жасты ортада көп ұстамайық, құрметті ағайындар. Осы шығар Құдайдың жебегені, осы шығар Алланың демегені, алдарыңызға келіп отырған ағайын Алматының қыз жібекпен төлеген деп, екі жасымызды тойымыздың төріне жайғастырып алайық. Құрметті қошеметтеріңізбен. Айдай сұлуым мен, болайын деген сен, жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім, сенің бекің жаным. Алдарыңызда өзіңізбен намаз енді ансамблі. Құрметті қошеметтеріңіз. Болашақ келіншегім, сіздің жаным ашына далым-ау. Тәңірді сұрағаным, әлем сұлу жаным сенің гүлің секілді. Бірге жүрсек бір ғасырда бір күн секілді, сенде іште толығында мүмкін секілді. Рахмет. Ал енді қадірмен ағайындар, енді мына бүгінгі бірге тойымызды аса мейірімді қамқоршы, 18 мың ғаламды тау мен тас жаратқан Алланың атымен бисмиллахи-рахмани-рахим деп бастап алайық ағайындар. Сөздің басы бисмилля, бисмилласыз іс қылма дейді. Олай болса ада-сарқамызға илах әумен деп батасын беретін, өрімізден, төрімізден ортан жеттей ойып тұрып орын алып отырған Қошқар әулетінің үлкені Бақытбай ақсақалымыздан бата сұраған жөн көріп отырмыз. Бақыт ағамыз қайда тұрып қол көтерсе. Басын ол жолында бастасын. Дастарханға байлық денге сауап берсін. Екі жастың күтірген шаңырағы биік болып, босағасы берік болсын. Құда мың жылдық, күйеу жылдық болып, тек жақсы қуанышты кездесу Құдай нәсіп етсін. Той тоға болсын. Амин. Аллаху акбар. Ал қадірменді ағайындар, ада-сарқанға бата берілді. Сіздер үшін ада-сарқан ашық деп жариялаймыз. Алдарыңыздағы шөлбасар шайдарыңызды, сусындарыңызды толтыра құйып отырыңыздар. Біз сіздерді 5 минутқа мазаламай, күмбірлі күй әуезден тыңдай тұрыңыздар ағайындар.
мінекей айтып қой, бүгінгі жақсы қуаныш тойымызға осындай кереметте мейрамханада басымызды тоғыстырып отырған әуелі Алла болса, одан кейінгі бүгінгі осы екі жастың арқасы ағайындар. Енді мына бүгінгі дүбірлі тойға данадай қызымның бір басы екеу болды деп ет жақын ағайын туыстардың басы қосып осындай керемет дүбірлі тоймен бөлісіп жатқан бүгінгі тойымыздың иесі де киесі Абайбек әкеміз бен Жәмилә анамыз ортаға биімен қарсылайық. Кәдеге той келер ағайын. Біраз келістер ме? Келіңіздер. Ал, Абайбек аға, жақсылық құтты болсын, той құтты болсын, мінекей күйеу бала құтты болсын. Мінекей мына осы той иелері келген кезде барша ағайын туыс болып, құда жекжат болып бір шапалақ ұру парыз деп ойлаймын ағайындар. Қуаныш құтты болсын, көңілі қалай? Жақсы. Жақсы. Сізде ше Дәния? Керемет. Керемет. Онда қонақтардан сұрайықшы. Қонақтар, көңілге қалай? Қонақтар көңілге қалай? Көңілге қалай? Күшті. Дәния, пожалуйста. Көңіл күйлеріңіз қалай? Енді мына құрметті қонақтар, мінекей той иелері көңіл күйі жақсы. Енді мына бүгінгі дүбірлі тойды басқаруға келген асаба кім демеңіздер, тойымыздың басында сіздермен танысып алған жүгір отырмыз ағайындар. Жігіттердің ішіндегі қара торы реңі, отбасының үлкен әрі тірегі, Жәркен, Алмалы, Ертіба тұратында орта мектептен түлеп ұшқан түлегі, Қошқарлардың жиені, жігіттердің күреуі ағайындар. Өзіңізге асаба кіммен танысып өтсем, жылқының көрініп көрсеткен, тайғылының наласы, асабаның көрініп көрсеткен, осындай қуаныш тойлардың шарасы. Кім айтты деп сұрасаң, Мұзафаров Дәулет баласы, асаба әншілеріңіздің бірі мен болам ағайындар, Суандырдан тараған Молақтардың Айбек деген баласы. Құрметті ағайындар, осы Абайбек әкеміздің жақсылығы деп сонау Жәркен қаласынан келіп жатқан жайымыз бар. Бүгінгі той құтты болсын. Енді мына бүгінгі тойға көке қанша қонақ шақырдыңыздар? 250 қонақ отыр ағайындар. Енді мына 250 қонақтың 250 түрлі тілегі бар. Енді Абайбек ағамыз айтқан, менің қызым күнде үйленіп жатқан жоқ Айбек. Менің жақсылығымды бір қызықтығым, ойынмен, күлкімен, бимен өткізбеш деген өтініш салған болатын. Енді мына тойымыздың басында сіздермен бүгінгі тойымыздың шағын жоспарымен таныстырып өткен жөн көріп отырмыз ағайындар. Кәрі бар, жас бар, иығымызда бас бар, басымызда шаш бар, Айбектен тамада бүгінгі тойларыңызды бастар. Айналайын ағайын, бүгінгі тойда примерно мынандай жоспар. Үйленген кезде жастар, болмау керек мастар. Жарты сағат сөйлемей, коротко, қысқа болсын тостар. Әрине тілек бермек дегендер Абайбек ағама ренжіп бастар. Но дядь Абайбек сам сказал, айналайын тамада тойды өзің басқар. Потому что он устал, 5 дней не спал, продукты таскал, ресторан достал, там куда мечтал через своего сына, а сына была жакетская жена, перед вами тамада Айбек, о боже, какой мужчина. Демеңіздер, ортаға қонақтарымыз 20 адам келсе соның екеуі, 10 адам келсе соның біреуі ғана сөйлеп, бүгінгі дүбірлі тойымызды ойынмен, күлкімен, бимен өткізсек рұқсат ағайын. Солай істек ағайындар, енді аға, тәтесіздер ортаға шақырған себебіміз тойдың басында сіздер ары-бері жүгіріп билет беріп қойын. Енді бірден ақ тілекті берген жөн көріп отырмыз. Олай болса, ақыл қайдан шығады, ой болмаса, киіз қайдан шығады, қой болмаса, ағайын құда жежат араң алшақ, басын қалай жиылсын осындай дүбірлі той болмаса екен ағайындар. Олай болса, бүгінгі дүбірлі тойымызға ақ тілектермен келіп отырған, осы әулетіміздің үлкендерімен жаңа құдаларымыз келіп, генерал құда деген мәртебе алып отырған, осы әулеттің сары сүйек құда жекжаттары келіп отыр екен ағайындар. Ортаға Бақыт, Райгүл, Райхан, Жаңыл, Абай, Фарида, Ербақыт, Нұрбек, Гүлия, Үміт, Рысқан, Сашка, Мира, Байси, Ұлбосын, Абай, Айжан, Раушан, Мұхтар, Арай, Гүлия, Жазық апа, Сәуле, Серік, Алма, Болат, Назгүл, Қаннат, Толғанай, Дәдел, Елмира, Серік, Айгүл, Айжан, Бағдат, Жадыра, Ғалымжан, Маржан, Арман, Мақпал, Бақытжан, Ақмарал, Әділ, Светлана, Сәбит, Тұралай, Асхат, Зухра, Ербол, Шырын, Асан, Назерке, Дінмұхамед ортаға билеп келе қойыңыздар. Ақтың Әлімхан, келе қойыңыздар.
әулеттің үлкендері, сары сүйек құда жекжаттар, бүгінгі тойға қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын, той қуаныш құтты болсын. Енді бана тойымыздың басында айтып жатырмыз ғой ағайындар. Енді мына уақытымыз шектеулі. Осы анадай қыздарыңызды уақытымен ұзатып шығарып салу үшін уақытты үнемдеп, баршамыздың тілегіміз бір, ниетіміз бір, сары сүйек құдалардан бір, екі адам, әулеттің үлкендерінен бір, екі адам, чөпті ястан сөндеп қалғанын сөндіріп билейік кәнеге. Ақ тілекті бастайтын. Сіздермен құрметті қонақтар тойға келген. Той құтты болсын. Бека, Жәмила, бүгінгі тойларың құтты болсын. Қызыңыз бақытты болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Ар енді құрметті тойға жиналған қауым, құдалар енді орындарыңыз құтты болсын, екі бала бақытты болсын. Абай деген мына қызыңды мәппелеп өсірдің, енді Құдай қаласа жақсы жерге барды. Екі бала бақытты ұзақ өмір сүрсін. Ата-аналарын ұмытпай, жан-жақта туысқандарын ұмытпай, ел қатарлы жақсы алды болмаса да арты болмай, ортасында аман-сау шапқылап жүріңдер. Сендердің де өстіп, балалы шағалы болып, сендерге қыз ұзатып той жасаңдар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Не бүгін түстен бері құдалармен бірге болып жатырмыз. Жақсы тілектер айтып жатыр. Енді сіздермен бас қосып жатырмыз. Енді мынау өмір қарасаң кішкене ғана қызымыз ой жетіп, өз теңін тауып, бір отбасының отын жағам деп бара жатыр екен. Барған жерде бағың ашылсын балам. Көрерім тек қызық болсын. Біз баратын өріс бол, тауымен. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бүгінгі өтіп жатқан той құтты болсын. Абайбек Жәмила. Екі бала бақытты болсын. Ұстаған қолы ажырамай мәңгілік болсын. Мың жылдық бірай жер жаттырады. Той. Ассалаумағалейкум. Құрметті тойшы қауым. Құрметті құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Дана қызым барған жерінде бақытты бол, елің сау болсын, аман есен бол. Енді атада қыз жарт жүріп тұр деп, не өз жұртына кетіп барасың. Сол жұртында ақылды, сол жерде бетке ұстап келін бол, тек жақсылығында қуанышын естейік. Бала шағалы бол, сол барған жерде сол жердің бала шағалы сол өркен өсіп, екеуін тең жасап, тең қадамдар, тең жақсылық, қуаныштан естірген. Абайбек Жәмила құтты болсын, жақсылықтарын жақсылыққа болсын. Тек қуанышта, осындай дастархан басында, осындай құда жекжатпен, қош жанардармен өз бала Құдай нәсіп етсін. Барлықтарыңызге тек жақсылық, қуаныш, сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай жақсылық, қуаныш болсын. Ал енді құрметті ағайындар, құрметті қонақтар, енді мына Абайбек әкеміз бен Жәмила анамыз не асқаннан, не тасқаннан ондай той сыйлатқан жоқ ағайындар. Қырық адам келгенсе соның бір періштелер әумин дейді. Енді мына ортаға келген ақсақал апаларымыз бен ақжаулық аналарымызды рұқсат болса бір-бірімізге құрметімізді көрсетіп, кішкене тілектерге әумин деп тілектес болып отырсақ, нұр үстіне нұр болар еді ағайындар. Тілек еткеніңізде шулап, тілек еткеніңізде тыңдап, ән еткеніңізде шулап отырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Әрмен бірі. Енді бір-екі адам сөйлейік, қалғанын соғыстайық. Келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Тойға келген адамдарыңыз құтты болсын.
Байбек Құда және Мұқтари, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, осы өрістеріңіз кеңей берсін, қыздарыңыз бақытты болсын, барған жерден бақытты болып, еліне елеулі, халқының қалаулы, жақсы азамат пен азаматшылар болсын. Ал төрден алған орындарыңыз құтты болсын, жаңадан кейін құдалар. Әрқашан осылай кең дастархан басында күліп ойнап, құда болып жүруге Алла тағала нәсіп етсін. Бәрімізге денсаулық тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Құдеке құтты болсын. Сіз енді шаңырақ көтеріңіз деп, одан екен шаңырақта биік болсын. Бастары аман, өрнішінде болып, бар жақсылық тілеймін. Қалады. Құдағи, сіздердің түрлеріңізде көріп тұр. Қобалжы, переживет етіп тұрғандарыңыз. Енді Алла тағала нәсіп етсе бәрі жақсы болады. Жақсы жерге барып жатыр. Құдаларыңыз жақсы екен бағалап көрді. Алла өз ауынан сөйтірсін. Құдалар төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Дана құдаша, күйеу бала, Бекжан, сендерді бүгінгі шаңырақ көтерген тойларың құтты болсын, жастарың ұзақ болсын, өмірлі шүрлі болып өсіп өніп көбейе беріңдер. Дана сен сол барған жеріңе қыздардай бол, Бекжан бізге ұлымыздай болсын. Құдағи енді төртеу емес, алтау болдық. Көбейе берейік осылай, аман есен болыңыздар. Той құтты болсын. Алла бейбет құдағи тойларыңыз құтты болсын. Екі балаңыз бақытты болсын. Екі балаңа тек жақсылық тілеймін. Қалайсыздар қосыларға, рахмет. Енді баршамыздың тілегіміз бір, енді іштен тілеген дұға тілек қабыл болады дейді, іштен дұға тілек қойсаңыздар болады. Тілектеріңіз қабыл болсын, құрметті әулеттің үлкендері, Сарысүйек құда жежеттер, сіздердің де күндеріңіз шуақты, дендеріңіз қуатты, ұрпақтарыңыз мұратты болсын деп тілейміз. Енді мынау мен Жәмила тәтем мен Абайбек ағамды танығалы біршама жылдар болды. Жәмила тәтем өте сабырлы, спокойно тәте. Енді Абайбек ағам бір семьяны көтеріп жүрген тәте осы кісі. Абайбек айтты, Айбек, тойды басқаратын сенсің, қонақтар сөйлететін сенсің, билететін сенсің. Бірақ қонақтарым сөйлемесін, билемесін, пожалуйста, конвертті ұмыттырмашы деген. Бересіздер ме конверт? Берсеңіздер болады конвертті. Одан кейін жиналып жастар суреттер салсаңыздар болады. Бүгінгі суреттердегі естелік, жадымыздан бері жатталатын, альбомның бірінші бетте сақталатын керемет бір фотолардың бірі болсын, құрметті ағайындар. Жиналып жастар суреттер. Одан кейін қой сіздердікі, қуаныш сіздердікі. Суреттер салсаңыздар. Келіңіздер, жиналып бақтыра. Суреттер солай. Одан кейін дастархан болса, билет барып жайға сатып ала болса деген. Келіңіздер, жиналып жастар сурет болсын. Жиналып жасын суретке түсіп, одан әрмен қарай үлкендерімізді еркелетіп, шақырып, желкелетіп, билеткеніміз жарамас. Дастарханның өрнектеріне билет барып дастарханға жайғасаңыздар болады. Келе барыңыздар. Абайбек аға, келіңіз. Әулеттің үлкендері Сарысүйек құда жежеттардың Ақбегінің атынан рұқсат болатын болса, қойдың басы, құданың асы, үлкен асымыз дайын болған екен. Олай болса күмбірлеген күйдің толқуында үлкен ас студияға деген.
бауырларымыздан бата сұрап алайық ағайындар. Ал ағайын иллахи әумин. Амин. Ағайын болдасын, пайғамбардан болдасын, бақат қырғындарсын, кетпестеулер кең бейілдесін. Екі жастың жолдары пәлелерін қасық болсын. Тікен орталарының санаған үй қосағысы керегесі кең болсын. Ағайын туыстарына қуаныш сақтығын көрсете берсін, өмір жастар ұзақ болып бақыт көрсін. Аллаху Аллаху акбар. Енді бата берген құдамыздың иығына шапан басына тақия ағайындар. Ал ағайындар үлкен аскен кездесіздер 5-10 минутқа мазалмай көмірді күйге өздерін әнді өтіріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын ағайын. Рахмет. Ал енді қадірменді ағайындар, алдарыңызға астарыңызға алып отырыңыздар. Енді рұқсат болатын болса, тағы да бір ақтен кезең беріп, одан кейін бүгінгі тойымыздың керемет конкурстарынан кезек бергенді жөн көріп отырмыз ағайындар. Олай болса сабан алаңына тойханамыздың төріне үлкен асымыздың үстінен қадір тұтып, осы әулеттің нардай нағашылары және де бөлелерін ортаға шақырайық. Ортаға Ептібек ағамыз бастаған Слам Бөбе және де Қаби, Әдепхан, Рыскүл, Ботта, Аббай, Назгүл, Тоқтар, Халида, Абылай, Жанна, Бауыржан, Камила, Кенжебек, Ботта, Мұратжан, Саннат, Архат, Саммал, Талған, Арай, Шыңғыс, Қымбат, Әсел, Жасұлан, Назгүл, Әрінжан, Динара, Мөлдірдей, нардай нағашы бөлелер ортаға билеп-келе қойыңыздар кәдеге.
Өтініштерді жасап сөйлейік, қалған сөндіріп берейік, Ақтекті басайық, ақсақалымыз. Мархабат аға. Ал Абай, Жәмила, тойдары құтты болсын, қойда болсын. Құда болжылдық болсын, болжылдық болсын. Екі бас бақытты болсын, шаңырақ биік болсын қасы, берік, керегесі кең болсын. Өмірдің жылы болсын, өз досын алды болсын, той болсын. Абайбек Жәмила, мына дүбірлетіп жасап жатқан, оталарымды ұзатып жатқан тойларың құтты болсын, өрістерің кеңіп жатыр мінекей, тағы да құдамдан болып, қыз деген өріс деген осы, бақытты болсын балаларың, тойларың құтты болсын, той-тойға жалғаса берсін. Енді осындай, бұдан да екі есе ресторанды азаматтың тойын жасауға Алла нәсіп етсін. Балаларың бақытты болсын, жастар ұзақ болып керемет бір тату-тәтті жақсы семья болсын. Біз сияқты ақарды шақарды немере шөбере сүйген кәрі апа мен ата болсын. Бақытты болсын балалар. Абайбек Жәмила, бүгінгі өрістерің кеңеюімен алтын көпірлерің құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, жарқын болсын өмірлері, жаздың әсем таңындай, таза болсын көңілдері, тәудің аттар қарындай. Өзен болсын пейілдері, екі жұрттың арасында, жассын қонақ үйіңнен, күндіз түні арылмай. Дастар ханым мол болсын, мызғымасын босағасы, алтын бесіктер берсін, қосағымен қосағасы. Ал енді Құрбекті, Бажеке, балыңыз, мына ұзатып жатқан қыздардың орны құтты болсын, дендері сау болсын, келесі осы уақытта шілдехана болсын. Ал Құрбекті құдалар, төрді орындағандарыңыз құтты болсын, балалар бақытты болсын. Қосылдыңыздар ма? Рахмет, тілектеріңіз ауыл болсын. Ата, Алла қаласа сіздердің жастарыңызды, жолдарыңыз осы екі балаға берсін. Алланың қалауымен сіздердің шаңырақтарыңызға тойда Абайбек әкеміз бен Жәмила анамыз тойдың төрінде отырғалы Алла нәсіп етсін. Олай болатын болса, жиналып тұрып жақсы сөйлеуге түсеміз. Одан кейін концертті ұмытпаңыздар, Абайбек қарап тұрған екен. Жиналып тұрып жақсы сөйлеуге түсіңіздер. Келіңіздер. Тілектеріңіз қабыл болсын, алдын ағаша, өтіндеріңіз бәрекелді. Алайда, қадірмен ағайындар, осындағы ағдай нағашы бөлінлердің Ақтегінің артынан рұқсат болса, дананың
өзі көтеріп өсірген інісі Азаматтай балаларыңыздың әпкесіне арнаған тамаша ән шашу бар екен. Ортаға құдалар, құда балаларыңызды қарсы алыңыздар кәнекей. Азамат балаларыңыз. Ортаға назар аударсақ, кәнекей центр внимания. Ортаға назар аударайық. Ал енді қадірмен ағайындар, мінекей бүгінгі түбірді тойымыз, 2 жасты қуанышын жиналып отырмыз. Тойымыздың иесі бүгінгі Абайбек әкеміз бен Жәмилә анамыз ортаға биіне келе жатыр ағайындар. Қошемет құрметпен. Молодец. Аға, енді мына бүгінгі түбірді тойға 250-ден астам қонақ шақырдыңыздар, иә? Енді давайте бүгінгі тойымыздағы 2 жаққа бөлінген 2 дастарханды 2 командаға бөліп алайық. Қате, қай команда сізге? Оң жақ. Оң жақ команда. Жәмилә ханымның командасы бар ма? Рахмет, нашар. Сізге қай команда? Сол басқа вариант жоқ сізде. Сол жақ, Абайбек ағаның командасы бар ма? Тойды көтеру бізге байланысты емес. Давайте сіздерге байланысты. Қазір Абайбек ағамызды Жәмилә әпкеміз екеуін жеке-жеке хабарлайтын боламын. Қазір мен хабарлаған кезде Абайбек аға тек қана сол жақта дастарханның ортасымен ана төрге дейін адуши билеп бараса ортамен билеп келесіз көке. Түсінікті ғой. Ал Абайбек ағам билеген кезде сол жаққа да шапалақ ұрып, оң жақ вообще шапалақ ұрмайсыздар. Түсінікті ғой. Сіздердің команданың капитаны, яғни Жәмилә ханым болады. Олай болса, дамы и господа, встречайте. Перед вами твой иесі. Он и молодой, он и холостой, он тайквондо, дзюджитсу, карате, волейбол, баскетбол, футбол спорттарының ешбіріне қатыспаған Абайбек ағамыз қарсы
кезең оң жақ шапалақ ұрама ұрмай ма білмеймін оны. Абайбек ағаның шапалағы қош не болды? Олай болса хандарымыз алады. Қарсы алыңыздар. Алдарыңызда 2001-2002 Мисс Жаркент жобасының басшы дегені. 2003 жылы Мисс Бұрындай жобасын сатып алған. 2007 жылы Мисс Бұрындай жобасын тартып алған. Қазіргі таңда Роза Рымбаева, Мадина Садуақасова, Жеңіс Стақбамен бірге «Онақыл» деген черненькасы ойнап жүрген Жәмила Хандарсыла! Соғысқа шығарып атсың ма, не қылмасты? Жәмила дәден қалай береді? Күшті, енді құрмет ағайындар, мына бүгінгі Абайбек ағамыз бен Жәмила анамыз Ақтүйенің қарнын жарып, бүгін керемет тойысы батыр. Енді мына бүгінгі Абайбек ағамыз бен Жәмила дәдемізді сыйлап келген қонақтар қайда сырғанда? Нашар, ана кісілер ғана күшті отырсыздар. Бүгінгі нашар болады шапалақ. Бүгінгі Бекжан мен Дананың тойындағы ең көңілді дастархан қайда сырға? Енді бар ғой құрмет ағайындар. Мына кісілердің қонағы болатын болса, орнымнан тұрып шапалақ ұратын негізі. Орнымнан тұрып шапалақ ұратын. Той үшін орнынан тұратын. Енді баршамыз орнымыздан тұрған болса, мына бүгінгі тойымыздың иесінің настроениесін көтеру мақсатында сіздерге арналған сыйлықтар бар. Қай дастарханда тұрып, жақсы билейді, сол дастарханға сыйлық қайреке. Баршамыз той кешіп білейікші қайреке. Дастарханда тұрып, кел! Биле! Аламызға! Еще! Молодец, күшті. Енді құрмет олады, дәл осылай көңілгеде ортаға екі жас шақырайық шағыреке. Бекжан Дана. Бекжан, Дана, көңілге қалай беке? Күшті. Көңілге қалай? Күшті. Қонақтар, көңілге қалай? Керемет, сен сұрайсың оны. Көңілге қалай? Күшті. Дана, өзің? Көңілгілеріңіз қалай? Ай, майыспа екен. Как положено бүгін айтып ал. Ертеңнен басып айтпайсың, давай кел. Көңілгілеріңіз қалай? Күшті. Енді мына құрмет алатар, мен мына бүгінгі Абайбек ағамыздың туған туысқандарының көбісін танымаймын, даншалығына танып отыр, басқаша танып тұрған жоқ құрмет алатар. Енді мына қазір екі жас енді үйленіп жатыр. Ана арт жақтарыңызда сыйлық тұр. Келген қонақтарға бірінші сіздер сыйлық беріп отырсыздар да, ал үлкен ойынымызда өздеріңіз достарға шақырып беріп отырсыздар. Түсінікті ғой? Олай болса екеумізге мархабат. Енді құрмет алатар, баршамыз ортаға назар аударайық. Енді бірінші ойын тек қана сіздердің назарларыңызды ортаға аударту мақсатында. Қазір экранда сіздерге арналған ойын шығады, яғни
смайлик шығады, смайликтен қазақтың бір мақалын құрастыруымыз қажет. Кім біледі, айғайламаймыз, шуламаймыз, қолды көтереміз, билеттеп, сыйлық алып қайтамыз. Түсінікті ғой? Олай болса кетіп бірінші мақалды көрейік. Смайлик. Ұйықтап қалмыз ба? Енді құрметті алғандар, мына Абайбек ағамыз, Жәмила тәтеміз айтып жатыр, бүгінгі тойдағы сыйлықтар вообще китайский емес, оригинал. НСПС келеді, құрметті алғандар, сыйлықтан алып отырыңыздар. Олай болмаса бірінші мақал. Мынау қандай уже ма? Пожалуйста, ортаға билет келеміз. Келіңіз, билет. Вообще негіз бар ғой, күшті бейнесі давайте, от души билет билейікші, бүгін той, бүгін қуаныш, жібер. Күшті, есіміңіз? Ахар. Кім болады ұстайға? Достарым. Кімнің досы? Абайбек Жәмила. Абайбек Жәмиланың достары қайда? Қандай мақал? Анау ма? Жоқ, анау. Көп күлген бұжылайды. Онда іштеме қосылған мынау қандай мақал? Мына смайликті қосамыз бір мақал. Так, шексіз. Анау шексіз. Анау календар. Маймун. Ал маймун ба сізге? Давайте, кеш бауыр, билет кеш. Мынаның құрты бар ма? Молодец. Есімің кім? Яс. Тәке, кім боласың жаңа? Бекжанның досы. Бекжанның достары қайда? Тәтесі кетіп қалдыңыз ба? Ладно. Енді, давайте, мынау қандай мақал? Жалғаудың күні шексіз. Кет. Билет. Стоп. Есімің? Айбек? Өз жан, мен де Айбек. Кім боласыз тойға? Бекжан бауыр. Сендер қай жылғысыңдар негіз? 2004-2003. Бекжанның досысың ба? Бекжанның баласы топ тұрсың сен өнерді. Достар бар ма шабалаға? Айбек, қандай мақал? Еріншектің ертеңі бітпейді. Еріншектің ертеңі бітпейді. Абсолютно правда, шабалаға ұрды. Красавчик, Айбек, красавчик. Келесі. Мынау қандай мақал? Давайте, келе қойыңыз, пожалуйста, билет келеміз, билет. Қандай сөздер? Билет. Мынандай ұзын бойымен билемесек болмайды деді. Давайте, от души билет келеміз, давайте, жібер. Күшті бар ғой. Есіміңіз кім, тәте? Әсел ханым, кім боласыз тойға? Көрші. Абайбек ағамның көршісі. Қазір осы жердегі көрші ма, иә? Сахалин бар ма? Күшті? Не болды? Сіздер не абайнап отырып алғансыз? Сіз кіммен отырсыз? Мен Жәмиланың сестрі бар. Мынақты орын жоқ па? Мынандай, конечно, мынандай денеге орын жоқ, конечно. Так, қандай мақал? Қолда бар алтынның қадірі жоқ. Қойшы тайдан үйне болды. Кім, тегіш көке, ана көке көтеріп. Көке, билет. Алыңыз берді. Yes. 20 жылдай осындай боласыз сен. Тура осындай боласыз. Ассалаумағалейкум. Тойға қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Мұрат аға, кім боласыз? Мен Абайбектің бауыры досы. Неге шапалақ қоймайды? Көре алмай ма? Қандай мақал? Үйлену оңай, үй болу қиын. Қолда бар алтын қадірі жоқ не болды деп көрдіңіз ба? Үйлену оңай, үй болу қиын. Бір шапалақ қойыңыздар. Давайте, от души билет қайтамыз. Түсінікті ғой, кеттік, жібер.
басқаларға почему-то вообще веселый бар бүгін тойда. Молодец, келесі. Так, мынау қандай мақал? Мынау оңай. Өте оңай. Пожалуйста, да. Очки, скинь, билет. Вообще, очки тағып, позор етпейміз, давай мен очки тағып, ақышы өнеміз. Жібер. Что, такая стильная, неге шапалақ ұрмаймыз комментарияда. Есіміңіз кім? Айгүл ханым, кім боласыз тайға? Жәмиланың кластасы. Жәмиланың кластасы. Достар бар ма? Кластасыздар? Қандай мақал? Соңғы түйенің жүгауы. Соңғы түйенің жүгауы. Конечно, бір шапалақ ұрамыз комментарияда. Молодец, доса. Күшті. Дәл осындай, болмай, аламыз қайтамыз. Абаяға атсалысып отырайықшы, абаяға. Көшсінейік, давайте, атсалысамыз. Келесі. Ау, чоп. Давай. Мынау қандай мақал? Келе қойыңыз. Бір жүріп. Сіңейші, пожалуйста, екеуіңіз бірге. Билет. Рахмет. Есіміңіз кім? Назира, кім боласыз тойға? Көрші? Ау? Мен не үшін шықтым? Енді сұрап отырған кезекпен тұрсын. Жұп қойсады ғой? Мен Камила Татьяның коллегасы. Атыңыз? Айгерім. Қайда жұмыс істейсіздер? Микробиология лабораториясында. Не ол? Не істейсіздер ол жерде? Сіз сұрақ айтпаңызшы, түсініксіз қазақша. Біз ғылыми қызметкерлеріміз Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудамыз. Просто сыйлық. Просто бір сыйлық. Мына лабораторияда істегіңіз үшін. Сіз қай жылғысыз? 88 қай жылға? 91. Кішекен соң нағыстап сізге сұрақ қоя салам. Так, қандай мақал? Ауыз күйген үрлемші. Аузы күйген үрлемші. Дұрыс жауап. Аузы күйген үрлемші. Молодец, енді сіз ғылыми нәрселер зерттеушісіз ғой, сізге сұрақ қояйын. Оңай сұрақ, әлде қиын сұрақ? Бәрібір. Олай болса сізге сұрақ. Жәмиланың күйінің аты кім? Молодец. Абайбек. Берсі, жылдамырақ. Кет. Молодец. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді, кеші. Бекжан кел. Енді, келе қойыңыздар. Енді сіздердің достарыңыздың арасынан ер адамдарда самый күшті тойды қуатын ішсе қуып кететін достар бар ма? Көтереді. Жас па? Диас ортаға билет береміз. Диас, музыкада ритм болу дейсің ғой, Тағы бар. Айбек, конечно, Айбек билет. Айбек әңгіме жоқ. Сіздің достарыңыздан? Думан ортаға билет береміз. Думан. Думан аты кім? Думан. Сіздің достарыңыздан? Қыздар бола ма? Жоқ, ұлдары. Жездерің бар, осы кісілердің возраст примерно отыр ғой. Давай. Амантай ортаға. Амантай, билет. Амантай, тойға билетмен қойса. Кім боласың? Нағашысы. Неге шапалақ ұрмайсыз? Нағашысына. Так, сіздің достарыңыздан бір ойынды көтеретін, ал души көтеріп достар бар ма? Бар ма? Кім? Бақкелді ортаға. Бақкелді өзің Бақкелдіге біледі ғой, Қайда тұр? Бақкелді көке, билет білейікші қайда, билет Бақкелдіға. Бақкелдіға, кім боласыздар? Абайбектің кластасы. Кластасы достар бар ма? Шапалақ ұрады. Билет жібер. Билет.
білемейсіз бе? Так, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бір жігітті сіздің достарыңызға шақырам қойып Жәмилетте. Кім бар? Еркек. Азамат. Азамат ордаға. Сіз диасында отырмыш. Диасында. Ал енді шыққан жігіттер алдыға бір қадам шығамыз. Алдашын. Не алда осып кеп тұрма? Кеш болған, ош. Кірі жырасы бар екен. Сен есімің кім? Ербұлан. Ербұлан. Қазір жігіттер, мұна бүгінгі Абайбек ағамыз бен Жәмилә апайымыздың тойында даканса ғой? Даканса барамыз ба? Даканса? Сен әңгіме жоқ? Даканса? Сен әңгіме қойыншы. Есі о. Даканса? Жыртылғанша. Молодец. Немене жыртылғанша? Молодец. Енді жігіттер былай. Енді қазір сіздерге бір тапсырма. Енді қазір әр жігіт 10 секундтың ішінде 200 теңгелік монета алып келеміз. 10 секундтың ішінде. Кеттік, монета. Монета. 200 теңге. Кетпейді аға. Красавчик, окей. Қанша ол? Бірақ? Екеу ма? Екеу. Сен де қанша ол? Красавчик. Сіз бердіңіз ба? Бердіңіз, е? Сіз ше? Молодец. Ай, 5 теңге қалдырсақ қойсын. Так, енді, кім қалды? Кел, тұрармыз. Кел. Тұрмайсың, кел. Айбек. Енді жігіттер, қазір мына ойында кім бірінші орын алатын болса, главный приз 10 тысяч теңге. Генеральный, жоқ, 20 тысяч теңге. Генеральный спонсор, бұл жолы ашамыз. 20 мың теңге. Аты кім олғылыз? Кім? Бүрге. Бүрге? Десін. Шарламай, боқтамай, 10 мың. 20 мың. Бұл жоласына бір жамбала қалай? 20 мың теңге. Енді қараңыздаршы, бүгінгі Абайбек ағамыз бен Жәмилә апайымыздың тойына қандай қонақтар келген. Қазір өздеріңізге ұнап тұрған, өздеріңіздің көңілдеріңізден шығып тұрған, бір антрактілі адыршы билер кеп отқан, үйленсеңдердің номерін алып, үйге барып әйелден тығылып сөйлестіріп кеп отқан бір еркек әкеліңдерші. Еркек. Тез, еркек әкеліңіз. Любой. Енді мен кімнің жұмы кім екенін білейін. Бірінші шыққан жігіттер алдыға қарай жылжып. Бірінші шыққан жігіттер алдыға шығамыз. Бірінші шыққан жігіттер. Диас, Айбек алдыға. Енді әркім өз жұмының артына тұрып, көке сіз алып бірінші шықтыңыз ғой, тегіз. Алдына шығып тұрасыз. Мен просто кімнің жұмы кім екенін біліп олайын. Так, сіздің жұмыңыз мына кісі, сіздікі мына кісі, сенікі ана кісі, ана кісі. Ана кісісің? Сен емес, сен. Айбек шығып алдыға. Ағамыз өзіңіз әкеліңіз, мен кінәм жоқ, е? Тым шаруам жоқ, бір жинал, бәріміз сияқты, көке, кет бауырым, дәке кет. Енді қазір жігіттер, көке, сізден бастайын. Мына қазақтағы пір тұтатын жануар. Қазақ пір тұтатын жануар. Пір тұтатын? Жылдың даусы. Красавчик. Жылдың даусы. Молодец. Тони емес, жылдар. Молодец. Жылдыр. Молодец. Красавчик көке. Так, енді жігіттер былай. Алдында тұрған жігіттер сіздер шабандоз, жылқы, артында тұрған жігіттер шабандоз боласыздар. Қазір мен бір деген кезде алдында тұрған жылқыны
ұстаймыз, 2 деген кезде үстіне қарғып мінеміз, 3 деген кезде шабамыз. Мына ендегі балаларды алыңыздар. Қазір бірінші айналып бізде бәйге. Бір-біріміздің аяғымызға шалмаймыз, итермейміз, аккурат балаларымыз поддержка отырамыз. Қаш. Балаларымыз. Ай болса, жібер. Бірінші жібер. Кеттік. 1, 2. Қайсыған шықты ма? Сенен ба? Жібер, түсір қайтты. 3 дегенде шамамыз, сөз ғой 2 емес. Жібер, аға жіберіңіз. Кеттік, жібер. Кеттік, 1, 2, 3, шап! Ешекке мінгенде мен орысқан көрген. Енді біріншісі репетиция. Ал екіншісінде кім қалған ойына сразу салам алейкум. Түсінікті ғой? Тағы да қайталаймыз. Дайындаламыз. 1, 2. Мінеміз көке. 3, шап! Шап! Енді бәрі күшті. Енді келесі айналым жігіттерімізде теңге ілу.
ұқсайды. Мына екеуі ұқсайды. Мына екеуі ше ұқсайды. Мынаны не алып келсе айтпаған. Ұқсай ма? Ұқсайды примерно. Пример. Ана тылы қара. Мына екісі ұқсайды. Молодец. Давай, ешкім шықпайды. Кет, дальше. Ана, енді секелес. Тойға барасыз ба? Қашан? Тойдан тұрып қой негізі.
Жеттің атынан кешірім сұраймын. Мен сені жасым. Мен сені жасым еді. Мен сені сүйемін. Мен де сені сүйемін. Озабоченный. Молодец, ұстаймыз. Көке, кет. Женский дауыс бер. Женский дауыс. Сәлем, қалайсың? Қалайсың дейді? Жақсы. Қолдамаған жылы. Қолың талма, құлақ естімей ме? Қолың талма дейді. Жоқ, талған жоқ қол. Сен талмайды. Ну ладно, сен ұстап тұра бересің, жақсылықша. Молодец. Кет, келесі. Женский дауысты көре. Образды, кет. Ай, Роза бұл. Ау, Роза. Мен сені сүйемін. Тайғаларым құлап. Осы бұларға іштеген қызық емес. Алты баласы бар. Кім Жәмиләтті келіңізші. Жәмиләтті. Мына кісілердің арасынан бір жұртты салам алейкум қылуыңызға деді. Түсінікті ғой. Қайсысы сізге ұнаған жоқ? Қайсысы ұнады қалады? Бірінші, Джек пен Роуз ұнады ма? Ұнады. Мына кісілер әлі тұр. Мына кісілер ше? Ұнамай тұр дейді. Вообще ұнамай тұрсыздар. Қайтсыңдар? Мына кісілер? Ұнап тұр. Ұнап тұр.